Армиясымен достар, сіздермен бірге Нурбак KZ. Бүгін біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Достар, біз Майнкрафт ойнамас бұрын бір каналды жарнамалап кетейін. Жақсылық KZ ел емес. Осы видеоның астына осы видеоға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал біз ойынымызға кеттік. Достар, біз видеоға келдік. Достар, біз Майнкрафтқа кірсем, мен өткенде үйім бәрі жоқ болып кетті. Сондықтан мен жаңа өмір бастадым. Бірақ мынандай джунгли қойдым. Джунглиде өмір сүремін. Джунглиде өмір сүреміз біз. Өйткені джунглиде ағаштар өте көп болады. Бірақ шақта табу өте қиын болады. Сондықтан достар, біз үй салуға кеттік. Үй салып бастайық. Қазір біз мұна жерден былай паркур істетіп көрейік. Ай, бірақ болмайды. Болмай қалды, жете алмай қалдық. Мыналарды сындырып көрейікші, не екен бұл? Не екен ол? О, не екен ол? Бір өсімдік сияқты. Сондықтан достар, енді біз қазір ағашымызды жинап үйімізді салайық. Достар, мен қазір бір жарым стак ағаш жинап болған соң видеоны жалғастыратын боламын. Міне достар, мен почти 4 стактай жинадым ағашты. Почти 4 стактай ағаш жинадым, басқа менде ештеңе жоқ. Көріп тұрғаныңыздай, мені деп қояды дейді, менде ресурстар көп. Опа! Көріп қалып таппала. Міне ресурстарым. Қазір бәрін алып алайық. Каждый раз вспоминаем детство, Дима. Так. Енді достар, бізге бір мәселе бар әлі. Бір проблема бар. Үй салатын жер іздеу керек енді. Қайда саламыз біз мынау джунгли ғой? Біз Мауглиміз, ал мынау джунгли. Так, бір жер тауып алу керек ма? Үй салатын. Бізде сосын таң кеш батып кетті. Сосын мен қазір таң атқанда жалғастыратын боламын. Қазір. Достар, мен ағаштардың үстінде жүріп, мынандай бір жер тауып алдым. Осының үстіне саламыз ау демейді, походу. Еще былай әдем болады сияқты. Осының үстіне салайық енді өйтіп. Әдем қылып. Кішкентай. Сың болайын деп тұр ғой. Андай. Күшті алады. Айтпақшы, естіп тағақтатсаңыз бәрін тыпырлатып салғатым. Қақта жерге жақын екен. Так, бұлай келіп. Жоқ, өтініз. Тақта салайық болды. Мына екі шетте не есік болсын. Осы жерде есік болады. Осындықтайық. Болды мәне. Енді мына жоғары жағын саламыз, я? Так. Көкесіде қай жерімні бадыңыз? Ағаштың үстіне. Осындай болып әдемі шығып жатыр, я, достар? Иә. Иә, кеттің ғой. Міне. Бізде таң атып жатыр. Ой, бізде бітіп қалды ғодым. Ничего страшного, нақта ағаш бар. Есетчі де. Бізде сосын балкон болсын. Әдем болады балкон. Крышасы ашық. Бұл жерден мен шығарып аламыз. Бұл жерден. Машеттен болай салып көрейік қазір.
шыға аламыз ба жоқ па көрейік сол жерде. Бұл жерге есік саламыз. Жоқ, мешіттен шыға алмаймыз. Верстақты мына жерге қояйық. Қазір біз бұл жерге мынадай жасаймыз. Ай, төртеуі де жететін еді ғой. 8 жасап бермеймін. Жоқ, мына үйде оқытым керек. Мынадан бастап кетемін. Үйіміз әдемі болады. Иә. Көке менде иә деп. Үй әдемі болады. Иә. Мен қасымда бәлішкем отыр. Бәлішкеммен бірге ойнап отырмын. Бәлішкемсің ба? Мен бәлішкем ғой. Өзі ма? Бәлішкемін дейді. Бәлішке ол, бәлішке. Қазір біз есікті салып тастайық. Айбай, шөпті салмайды ғой айтпақшы. Әп-әдемі жасыл шөп болып тұрады. Жетпей қой керек еді. Ой. Көрсіп қойған ол. Иә? Иә. Енді правильно болды. Енді сундуқ қоямыз. Сундыққа қойсақ болады екен. Наққа қой, наққа. Наққа ма? Жоқ, наққа емес. Тұрайсың, иә? Иә. Бәр. Соқтан бәлігін алып қой, иә? Оу, қас. Так. Мына жерге бір мынандай ворота салу керек еді, ананың орнына. Осының бәрін сындыртып, ворота жасап алған соң видеоны жалғастыратын боламын. Достар, мен мына воротаның бәрін жасап, қойып тастаппын. Видео түсіруді ұмытып, міне мынандай қылып ворота қойып тастадым. Мына жерде былай лестницаны жауып тұр, бірақ кішкене. Бірақ ештеңе кетпейді, крышуға болады. Крышуға болады. Міне былай. Міне. Достар, келесі видео сұрақ жауап болады деген ойдамын. Келесі видео сұрақ жауап болады. Сол үшін сұрақтарыңызды осы комментарийдің астынан қойып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз комментарийге қойып жазып кетіңіздер. Мен көп болса бір 30 сұраққа жауап беремін. Сол үшін сау болыңыздар.